Өскемен қаласы әкімдігінің нөмір 47-ші жалпы білім беретін мектебі. Жүрегін шырақ етіп жандырған кім, жырымен жан сусынын қандырған кім, өзін-өзі орнатып ескерткішті мұра қып кейінгіге қалдырған кім. Ерт оянып, ойланып ер жеткен кім, талабын тас қияға өрлеткен кім, Құбажан Құрбақан құм құлағырда өлеңнің бесігімен тербеткен кім. Иә, ұлы даланың ұлы ойшылы ол Абай. Абайдың бір әндерін орындап отырсақ дұрыс па деп отырмын. Атадан Алатау, анадан Төктің, жамбылдық көрер жерім жоқ. Ағайын беккөз айтамын ектеп, сөзімді ұғар күнде жоқ. Ағасындай басы. Парасатты болып туған Шыңғыстаудың Абайы, әнмен жырға мұра қылған Сарыарқаның Абайы, нақылменен сана құйған қазағымның Абайы, ақылменен дана болған бүкіл елдің Абайы. Как я прожил, что я дал своему народу, кем я для них стал. Стихи — это то, чего моя душа не может скрыть. Я говорил о нуждах, страданиях моего народа, восхвалял их трудолюбие, мудрость, воспевал красоту родной степи. На склоне лет я написал слова назидания. Это итог моих размышлений. Я уже познал искушение властью и тяготы земных дел, признание народа и потерю близких. Пусть каждый найдет в них нужное для себя слово. И слово третье. Великие мудрецы давно заметили, что правильно. Абай қазақтағы суретті сұлу сөздің, терең сырлы, кең мағыналы кестелі өлеңнің атасы. Абай әндері сыртқы дүниенің сәулесі, бейнесі. Әндері халық ойында сақталып, халық санасынан өшпес орын алды. Әні әлем халқының жүрегінде. Қуат алып Абайдың тіл күшінен, жыр жазамын Абайдың үлгісімен. Абай болып таңылсам бір кісіге, Абай болып түңілем бір кісіден деп, Мұқағали ақын жыр еткендей, үлкен кіші өскелең ұрпақ Абай өлеңімен тәрбиелі сөзімен өсіп келеді. Абай дара, Абай дана қазақта. Абайды таныту әлемге қазақты таныту.
Абайдың өзі болмасаңда ұқсақпақ деген. Абай тұңғиық теңіз, шексіз мұхит. Абай мың қырлы, мың тәлімі бар ұлы даланың ойшылы.